Гречка мен фрикадилки дайындаймыз. Сиырдың тартылған етіне 2 ас қасық кептірілген нан, 1 шай қасық тұз, аз ғана қара бұрыш қосып араластырамыз. Алты 7 грамдай алып, домалақта фрикадилки жасаймыз. Фрикадилки езіліп кетпес үшін мұздатқышқа салып қатырып аламыз. Қызған табаға сұйық май құйып, қатқан фрикадилкілерді салып, араластырып қуырамыз. Бір ас қасық томат пастасын салып, жаймен араластырамыз. Гречканы жуып қосамыз. Тегістеп, гречкамен бірдей етіп, мұздай су құйып, татымына қарай аз ғана тұз қосып, бетін жауып, жай отта бұқтырып пісіреміз. Гречка мен фрикадилки өте тез піседі, араластырып, тарелкаға саламыз. Гречканы балаларға осылай жасап берсем, өте жақсы жейді. Қарақұмық организмге өте пайдалы. Жасап көріңіз, ас болсын.